Біздің мектептен аяқтаған балалар әлемдегі үздік университеттерге, жоғарғы оқу орындарына ешқандай ОБТ, IELTS, SAT тапсырмай түсе алады. Апайымыз айтыста бастайды, ал біз яғни сынып болып, сол айтысты әрі қарай жалғастырып кету қажетпіз. Біліммен қаруланған адам жеңілмейді, өйткені білімнен қуатты күш жоқ. Осыны ескере отырып, экономикалық бәсекелестік туған заманда ел ертеңі болған бүгінгі балаларымыздың сана көкжиегін кеңейту әсте қоғам парызының тізімінен түспек емес. Бұл әсіресе мұғалімдерге артылған ең үлкен міндет. Біздің мектеп алғашқы мемлекеттік халықаралық мектеп болу барысында инновационный көптеген жобалардың ішінен халықаралық бакалавриат жобасын алып отыр. Бұл бізде International Baccalaureate Primary Years Program деп аталады. Бұл бағдарлама әлемде үздік 4000 мектепке енгізілген. 3 бағдарлама бойынша біздің мектептен аяқтаған балалар әлемдегі үздік университеттерге, жоғарғы оқу орындарына ешқандай ОБТ, IELTS, SAT тапсырмай түсе алады. Қазіргі жағдаймен тек қана бастауыш бағдарламасын енгізіп жатырмыз. 1 қыркүйектен бастап барлық сабақтарға енгізіліп, қызу жұмыс жасаудамыз. Бұл жерде біздің 36 мұғаліміміз шетелден тренер алдырып келіп оқытылған. Көктемдегі үзілісте 18 мұғалімімізді оқытуға жоспарлап отырмыз. Бұл бағдарлама негізінде 1 жылдық бағдарлама 6 тараудан тұрады. Біз кімбіз? Біз уақыт пен кеңістікте қайдамыз? Мысалы, бұрын ата-бабаларымыз қалай өмір сүрген, қазір біз қалай өмір сүреміз, киімдеріміз неге өзгереді деген сияқты кішігірім сабақтармен бала барлығын түсініп алады. Бұның ең соңғы тарауы, қысқаша айта кететін болсақ, 6-шы тарауда біз әлемді қалай бөлісеміз. Яғни кішкентай бастауыш мектептің балалары әлемдегі барлық ресурстардан хабардар, оны қалай бөлісеміз, оны қалай ластамауға болады, қалай қорғай аламыз деген деңгейге жете алады. Тек қана бастауыштың бағдарламасында. Қазір бұл мектепке сұраныс жоғары. Тіпті шетелден келген қазақ балалары да осы білім ордасын таңдап жатыр екен. Биылғы жылы біздер ерекшелік деп айтсақ болады, IB аламыз деп айттық. Яғни халықаралық деңгей аламыз деген естігеннен бері біздің мектепке шетел асып келіп жатқан. Яғни оқушылар өте көп, яғни Англиядан, Австралиядан, Қытайдан, өзге мемлекеттерден келіп, арнайы осы біздің мектепті іздеп келіп жатқан ата-аналарымыз бар. Яғни бізге оқушыларын оқытып отыр. Соның ішінде бастауыш сыныптар бойынша өте көп оқушылар тәлім-тәрбие алуда. Біздің мектебіміз таза қазақ мектебі, бірақ бізде әртүрлі курстар бар. Тіл үйренем деген балаларға барлық мүмкіншілік жасалған. This is my school. I have a lot of friends. We learn a lot of subjects. Our teachers are nice. We have a lot of friends. We learn by groups and we help each other a lot. And we have a lot of cool things to learn. We do meters and stuff, and we have a lot of cool subjects we haven't done yet. Мектепте балалар тек сабақ оқып қана қоймай, сыныптан тыс жобаларымен де айналысады. Мәселен, Нұртілек Қайыржан өзінің құрастырма жобасы арқылы ғылыми сайыстарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Мен өз кішкентай қалашығымды жасадым. Мен табиғатқа аса мән бердім. Мынау менің саябағым. Мен онда гүлдерді көп қойдым. Өйткені онда таза ауа болады. 13-14 қарашада Англиядан біздің мектепте болып жатқан сабақтардың өту дәрежесін деңгейін тексеру үшін 2 күндік виртуалды тексеру келді. 2 күндік оқу бағдарламасының қорытындысын 98% өте тамаша жұмыс жасап жатыр екенсіздер деп бізге хат жіберді. Осы хаттың қорытындысына келе біздің қазіргі жобамыз 3 айдан кейін бағдарламаға енеді деген үлкен сенімдеміз, үміттеміз.
Ал Басқаладағы нөмірі 85-ші мектеп лицей IB бағдарламасы бойынша білім береді. Яғни бұл мектепте де оқушылардың еркіндігіне, ойын ашық жеткізуіне мүмкіндік берілген. Сабақ өту әдістеріне де ерекше көңіл бөлінеді. Негізі мектебіміздің қандай жобалары бар десек, ең бірінші 2021 жылы біз халықаралық бакалавриат бойынша оқу сол IB бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Сонымен бірге біздің бастауыш сыныптарда сатылай кешенді оқыту технологиясымен жұмыс атқаратын болса, орта 5 және 9 сыныптар жаңа айтып кеткенде халықаралық бакалавриатпен оқу бағдарламасымен жұмыс жасайды. Ал негізі бастауыш сыныптардың орыс сыныптарында бізде эстетикалық пәндерді қазақ тілінде оқытылу эксперименттік алаң жұмыс жасайды. Сонымен бірге Лесный стадий жобасын 4-ші жыл жұмыс жасап жатқанымызға. 5-ші білім ордасындағы оқушылардың жетістігі көп. Өз жобаларын жасап, оны қорғап, қалалық республикалық халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Жақсы жақтарынан айтқанда, тек қана ғылыми жағынан емес, және де біздің енді қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі деген пәндерді қоса отыра, мектептің сыртқы жағынан да балаларды дамытуға көмектеседі. Ол мысалы мектепте көптеген проекттер жасау, оларды сосын қорғауға көмектесу. Өзім мен физика пәнімен қатты қызғамын, сондықтан физика пәнінен бір проект қорғаған едім. Ол қалай жасалынады сонда? Бізге бір тақырып береді, өзіміз таңдап, сол тақырып бойынша көп ақпарат жинап, оны әдемі қылдырып, тапсырып, және де мүмкін өзіміз қолдан бірдеңе жасаймыз оған қоса кете. Менің проектім енді Ньютон законына байланысты болған еді. 9-шы сыныпта сонымен байланысты проект қорғаған едім, иә. Оған мен не жасадым? Картоннан үлкен макет, және де Ньютонның 2-ші заңын дәлелдеп, қорғап көрсеткен едім. Иә, біз біліммен ғана әлемдік аренада өз орнымызды айшықтай аламыз. Ал ол үшін бұл мектептің ұстаздары аянбай еңбек етуде. Олардың арасында Гүлсара Садықова да бар. Айтуынша 17 жылдық еңбек өтілінде инновациялық әдістерге байланысты бірқатар өзгеріс болған. 17 жыл бұрын жұмыс бастаған кезде, енді біз енді студент болып келген сияқтымыз, ол кезде заманауи әдіс тәсілдерді кем қолданатынбыз, жай ғана лекционный сабақ ретінде өтетінбіз. Енді қазір заман дамып баратқан кезде бізде сонымен бірге даму керекпіз. Мысалы, қазір интернетте қарасақ өте көп методтардың барлығы интернет арқылы үйренуге болады әдіс тәсілдер. Енді біз көбінесе мен сабағымда өзім қарапайым интернетсіз жай ғана өзіміздің метод тәсілдермен пайдаланғым келеді. Мысалы үшін қазір мен сабағымда 2 әдіс тәсілді пайдаландым, Тарсия мен, екіншісі ол Butterfly, яғни көбелек деген. Көбелек деген әдіс тәсілі, мысалы үшін оқушы сабақта алған білімін жартылай білімді мұғалім береді, ал ары қарай екінші жартысын оқушы өз пікірін қосады. Мен не үйрендім, осы сабақтан нені білдім деген сияқты. Сонда бағанағы көбелектің 2 қанаты бірігіп, ары қарай самғайды деген мағынаны білдіреді. Өте керемет тәсіл, өйткені мен әр сабағымда осы тәсілді қолданып тұрмын. Kahoot әдіс тәсілі, например, бамбузл методтарын қолданам қайталау сабақтарында. Өйткені өткен сабақтарды қайталауға ол кішкене балаға сабаққа деген қызығуын ынталандырады, және де өткен сабақтарды есіне түсіруге ғана пайда береді. Педагогтың айтуынша ағылшын тілін оқушыға түрлі әдіспен үйрету анағұрлым нәтижелі болады. Тарсия методымен пайдаландым. Оқушылардың жалпы білімдерін, сөйлеу дағдыларын дамытуға өте көмек береді. Өйткені өзге тілдің біліп отырып сабақта жай ғана сөйлеп кету ол балаға өте қиындық тудырады. Сондықтан Тарсия методында біз алынған білімді, яғни жаңа сөздерді қалай сөйлемде қолдану керек, оларды етістіктермен қалай байланыстыру керек, сол жолдарын нақты беріп үйретіп барамыз. Бізге интерактивный тақтада кейбір сөздерді үйретеді, және оны айтқан кезде, және видеолар көрсеткен кезде маған ағылшын қатты ұнайды, және оған талпыныспен қараймын. Қазіргі таңдағы нәтижелі болған бастамалардың тағы бірі кітаптағы QR кодтар. Тек қана кітаптардан білім алмай, сол интерактивті тақталар бізге көзбен көріп, мүмкін басқаша бірдеңені түсінуге көмектеседі. Және де даже қазір кітаптардың ішінде QR код деген нәрсе пайда болды ғой. Ұялы телефонмен сканерлеп, және де сені интернеттегі кейбір сайттарға жіберіп, қосымша ақпарат береді. Қазақ тілі, ағылшын тілі пәндерінде күнде пайдаланамыз деп айтуға болады.
себебі аудио кітаптарды тыңдау керек болады. Бұл былай айтқанда өте тиімді. Білім ордасы дәстүрді насихаттауға да көп көңіл бөледі. Әр мұғалім бұған ерекше назар аударады. Тіпті ұлттық ойындар мен құндылықтарды дәріптеу үшін арнайы пәндер мен күндер енгізілген. Тіпті кейбір сабақтар ұлттық құндылықтарға негізделеді. Әр айда белгілі бір іс-шаралар өтіліп отырады. Міндетті түрде оқушыларға арналған сабақтан тыс уақытта. Мысалы, ұлттық киімді киіп келу насихаттау, балалардың бойындағы ұлттық киімдердің өзінде де мысалы оюлардың түрлері, балалар мысалы етікке жапсыратын ойды бас киімге жапсырмайды, бас киімге жапсыратын ойды үстіге жапсырмайды деген сияқты осындай бір үгіт насихат үлгісінде балалар ойындар ойнайды. Және де асық ойындары көбінесе бізде қазіргі таңда қаланың балалары болғандықтан асық ойнау білмейтін оқушылар өте көп. Сондықтан да бізде Оралбек ағаймен байланысты асық ойындарды бірге өтеміз кейде. Бірге өтіп, яғни асықтарды сұрап аламыз. Сабақтың барысында кімге асық алшысынан түседі, осындай бір скидкалар бар, жеңілдіктер бар деген сияқты балаларды қызығушылықтарын арттыру үшін осындай бір дүниелер жасаймыз. Мысалы, сабақтың барысында бір тапсырманы орындаған кезде, мысалы 4 сөйлем болса, оның 2 сөйлемін ғана жазады деген сияқты. Өзінің бір қызық балалардың өздерінде алшы деген бала енді асықтың алшысынан қалай түсетінін біледі сол кезде. Біздің мектепте бір күн яғни сондай дәстүр қалыптасқан тұғын. Сол күні яғни бәріміз ұлттық киім киіп, яғни қазақ дәстүрлерін насихаттай отырып, сабақтың басталуының алдында айтыс ойнады десек те болады. Яғни апайымыз айтысты бастайды, ал біз яғни сынып болып, сол айтысты әрі қарай жалғастырып кету қажетпіз. Біз алдыңғы жұмада яғни қазақтың ұлттық дәстүрін насихаттау үшін қазақтың ұлттық киімін киіп, яғни сынымызда өзара домбыра ойнап, яғни 3-ші қабаттағы киіз үйде отырып айтыстық десек те болады. Білім беруде мұғалімдер өздерінің шығармашылық қабілеттерін де пайдаланады. Мәселен, Ақмарал Әскербекқызының сабақты бастау әдісі ерекше. Жақсылықтан ешқашан қашпайықшы, жамандықты бойдеттен тастайықшы. Ал балалар қоңырау соғылды ғой, сабақты өтініш бастайықшы. Айтыспен бастаған кезде балалар ең бірінші бастаған кезде балалар қатты таңғалған. Апай, сіздің бойыңызда расымен де осындай қабілет бар ма деген сияқты. Одан кейін біраз уақыттар өткеннен кейін балалар үйреншікті жағдай болғаннан кейін бұл айтыс өнерін ары қарай балалар өздері жандандырғысы келеді. Өздері бастайды кейде. Біз бастағымыз келіп тұр. Кейде сабақтың барысы айтыспен, я болмаса театральный көрініспен басталады біздің сабақ. Кез келген сабақ қазақ әдебиеті бойынша. 5-6 сыныптың оқушылары бұл өте ересекке қарай бой жетіп келе жатқан, бозбала шаққа өтіп бара жатқан балалар болғандықтан олардың көңіл күйі құбылмалы болып келеді. Сондықтан осы көңіл күйді тұрақты түрде ұстап тұру үшін және де сабақтың қызығушылықтарын жоғалтып алмау үшін бұл жерде әзіл қалжыңдар арасында қосылады. Бойымыздағы барлық шығармашылық қасиеттер әрине біз баланың бойынан көргіміз келеді. Өзім кезінде өлең шығарып, ақындық жолда жүрдім, айтысқа қатыстым, әртүрлі поэзиядағы жанрларды оқыдым деген сияқты. Осы таңғалдыру ғой қазіргі таңда актерлік шеберлігімізді пайдалана отырып оқушылардың зейінін, жалпы сабаққа деген қызығушылықтарын осы арқылы шығармашылық қабілетім арқылы ашып келе жатырмын. Әлі күнге дейін балалар қазіргі таңда айтыс өнерін, әсіресе суырып салу қасиетімізді өте жақсы бағалайды. Әлі күнге дейін балалар өзі қызығады сол дүниеге. Жалпында болашақта осы мектептен жақсы айтыскер ақындар шықса таңғалмаңыздар. Ақмарал апайымыз бізге ойын тәсілдері арқылы және де графикалық организмдер арқылы өтеміз. Әзіл түрінде бізге апай сабақ береді. Жалпы қазақ тілі мен әдебиетте негізі әдебиеттегі көбінесе біздегі мәселенің бірі бұл балалардың кітап оқымауында. Балаларды қалай біз кітапқа деген ынтасын арттырамыз. Бізде оқуға құштар жобаларының арқасында 8 минуттық кітап оқу жобасы іске асты ғой. Бірақ алайда соның өзінде де баланы қазіргі таңда кітап оқытуға деген қызығушылықтарын арттыру өте қиынға соғып жатыр. Осының нәтижесінде біз қазіргі таңда комикстар арқылы оқыту балалардың, яғни көркем шығарманы комикстар арқылы оқытамыз. Ал өлеңдерді графикалық органайзерге саламыз, яғни ақынның көңіл күйін эмоция кестесі арқылы саламыз, вен диаграммасы арқылы жасаймыз. Яғни көбінесе қазіргі таңда біздің кезімізде оқу барысында вен диаграммасы өте жақсы болды, бірақ біз эмоция кестесін, оқиғалар картасы деген дүниені аса бір қатты біле қойған жоқпыз. Қазіргі таңда осы бойынша жұмыс атқарамыз. Оқиғалар картасын жасаймыз. Жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады емес пе? Ал ұлы мұғалім арқылы шабыттанып, білім алған бала болашақта ұлы тұлғаға айналары сөзсіз. Оқушыға қарап мұғалімді бағалайтынын ескерсек, елдің ертеңі жарық екенін сезінуге болатындай.
Хабар арнасы мен оқу ағарту министрлігінің бірлескен жобасы мектеп бағдарламасы сіздерге орта білім берудегі соңғы жаңалықтарды жеткізеді. Соңғы ақпараттарды біздің Telegram арнамыздан және YouTube каналдан таба аласыздар. Ол үшін телефоныңыздың камерасын қосып, экранда көрсетілген QR кодқа жақындатсаңыз болғаны.